Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай биыл 25 жылы танымал болып жатқан орамалдың бірін тоқып көрсеткім келіп тұр. Тоқылу әдісі өте оңай екен. Осындай болып шықты. Міне арнайы пайеткасы бар жіптен тоқыса осындай болып шығады екен. Міне мынау үлкен, мынау камераға сыймай тұр. Енді үлкен де емес, мынау орташа қылып тоқыдым. Сіздерге көрсетейін қазір. Мен 3 деген крючокпен тоқыдым. Ал ендеше бастайық. Алдымен жіпті осылай түйіндеп аламыз. Енді 8 воздушный петля жасаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді бір столбик с накидом тоқимыз соңғы петляға. Мінекей бірінші қатарымыз осындай. Бұл орамалдың шеті осылай. Енді 8 воздушный петля аламыз тағы да. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді бұлай өзімізге бұрып аламыз. Енді осы арканың ішіне столбик без накидамен біріктіреміз. Енді 5 воздушный петля аламыз. 1 2 3 4 5. Енді мына жерге столбик с накидом тоқып аяқтаймыз. Міне екінші қатарымыз. Енді әрі қарай әр қатарды 8 воздушный петлямен бастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тағы да мынаны бұлай өзімізге қаратып аламыз. Енді мына аркаға столбик без накидамен біріктіреміз. Әрі қарай 5 воздушный петля аламыз. 1 2 3 4 5. Енді келесі аркаға ортасына мына крючокты кіргізіп, арканың астына жіпті шығарып, без накида столбикпен біріктіреміз. Енді осы жерге 5 воздушный петля аламыз. 1 2 3 4 5. Соңғы қатарда столбик с накидамен аяқтаймыз. Жіпті ілдік крючокке, шығардық. Екеуін бір тоқып, екеуін бір тоқимыз. Мінекей бірінші қатар, екінші, мынау үшеу болды. Енді келесіде мынандай 4 арка шығу керек. Әр қатардың басын 8 воздушный петлямен бастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Мынаны өзімізге бұлай бұрып аламыз. Енді мына аркаға столбик без накида біріктіреміз. Енді келесі 5 воздушный петля. 2
3 4 5. Мына аркаға столбик без накидамен біріктіреміз. Тағы да біреуін. 1 2 3 4 5. Соңғысына столбик без накида. Енді дәл осы жерге тағы да 5 воздушный петля жасаймыз. 2 3 3 4 5. Соңғы қатарды столбик с накидамен аяқтаймыз. Міне накид ілдік. Соңғы петляға екеуін тоқимыз. Сосын тағы да екеуін тоқимыз. Міне 4 қатар болды бізде. Міне біріншісі бір арка, содан кейін 2 арка шығады, екіншісінен мынау 3-еу, мынау 4-еу. Солай әр қатарда көбейе береді. Тоқу әдісі өте оңай. Әр қатарда 8 столбикпен 8 воздушный петля тереміз. Одан кейін өзімізге бұрып алып, әр аркаға 5 воздушный петля жасап, без накида столбикпен біріктіреміз. Ең соңғысында бір столбик с накидамен аяқтаймыз. 5 воздушный петля тергеннен кейін бір воздушный столбик с накидамен аяқтаймыз. Мінекей осылай өздеріңізге қанша қатар керек, сонша тоқып шықсаңыздар, аз ғана уақыттың ішінде әдемі орамалдарыңыз дайын болады. Видео ұнап жатса тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.